Ассалаумағалейкум. Бүгін мінекей 12 тамыз 2026 жыл біз қазір Түркістан облысының Ордабасы ауданының орталығы Темірлан ауылындамыз. Өзіңіз таныстырып жіберсеңіз аға. Мен Памием Алтыбаев. Атым Сейілхан. Шұбар елді әкімшілігінің деген тұрғынымын. Ауданның құрметті азаматымын. Осы 2-3 сәттіндегі депутат болғанмын. Қазір пенсиядамын. Енді Шұбар ауылының бүгінгі күндегі тынысы қалай? Шұбар ауылының бүгінгі күндегі тынысы жақсы. Депутат емес, тұрғын ретінде айта аласыз ба? Тұрғын ретінде жақсы. Бір-екі мәселелер бар. Ол мәселені қазір біздің балдар кеттік, жекеге кіреміз деп. Мен соны қайталамай қояйын, ыңғайсыз боларын. Ояқтан бір сөз шығып кетті, бір сөз шығып. Ол енді этикаға дұрыс келмей қалды. Яғни ауылдың бар проблемаларын тұрғындар алып, қазір мынау Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров бүгін осы Ордабасы ауданның тұрғындарымен кездесуін өткізіп жатыр, кезекті. Сол кездесуде өздерінің жеке кездесуінде де айтып жатыр ма? Айтуға кіргізі кетті сояғында. Негізі сұрақтар қалай шешімін тауып жатыр ма? Енді бұл мәселе деген көтерілген мәселелер ол біраздан көтеріліп шыққан мәселе еді. Ол су ма? Жердің мәселесі, жайылым туралы мәселе. Жайылым ауылға ма? Саған да телефон соққан болу керек по-моему. Сол мәселе туралы кейін соңғы точкасы осы Нұралхан Батыр облысының әкімі. Соған кіріп өздерін жағдайын айтпақшы. Сосын екінші мәселе бар. Айта беріңіз. Мына Қайнарбұлақ деген жер бар емес пе? Қайнарбұлақтан деген Шұбар өзеніне басталады. Оны шет жағасын білесіз. Қайнарбұлақтан бастала ма? Ол анау таудан келмейді. Таудан емес, білем ғой, бірақ не жақтан шықпай ма? Шымкенттің анау водоканалдың тастаған жері бар ғой, соның бергі бетінде. Қайнарбұлақтың деген мынау беғарап өтетін тасыға өтетін жол бар емес пе? Соның оң жағында қарасаңыз, тура сүйеден үлкен-үлкен екі бұлақтан бастап беғарап шығады. Содан жол жөнекей бұлақтар қосып кетті Шұбар өзені пайда болады. Содан Шұбардан деген 480 гектар жер су ішеді. Ел күнін көреді. Жағдайын жасайды. 480 суармалы жер. Суармалы жер, тек қана. Қандай проблема бар? Проблема. Сүйеден 280 гектарға не сатты? Теплица, қала. Кім? Қала. Қала? Өйткені ол Шұбар... Ол Бозарықта салып отыр олар? Қақ Бозарығында сен деген Қайнарбұлақта ғой. Бозарық индустриялы аймақты салып отқан жоқ қой? Оның аты сондай Бозарық индустриялы аймақта. Ол су бармайды ғой, қыр ғой? Жоқ. Енді дұрыс айтасың. Енді келесің. Ауыз су бармайды ғой. Анау деген Шұбар су. Соның етегіндегі жердің астындағы төменде. Бір 150 метрден төмен жоғарыдан. Ал енді анау жаңағы теплица. Жер қазбаймыз, су қаттан алады. Жер қазады 70-80 құрба қазады да әр жерден. Сөйтті соны суын сорады. Кімнің суын сорады? Енді ол дебитпен ол суға ілінбейді ғой. Қайнарбұлақтың суына ілініп жатыр. Как раз соған ілінеді. Қазір деген біздің Шұбар деген суын көріңізші. Төменге түсіп кетті. Онда бұны Арал Сырдария су бассейніне сұрақты қойсақ бола ма? Неге су тартылып кетті, соны анықтап бер деп. Анықтап беруге болады. Бәлкім сіздердің ойлап жатқаныңызда қате болып қалуы мүмкін, бәлкім дұрыс болуы мүмкін. Соны тосып қойып береді осылар. О да мүмкін. Мен ауылдың бір-екі жерден барып көргенде барғам. Сөйтіп барсам қазып жатыр екен. Сосын мен барып сұрадым, қанша метр қазбастан шығып деп. Ол су жақын екен, 200 метр су шығарды дейді. Ал мен содан енді төмен қарап түстім анадан. Түссем 150 метрден біздің суымыз шығып жатыр. Бұлақ шығып жатыр. Яғни, мына қараңыз, ол Қайнарбұлақ есіңізде ғой, сіздер кезінде бұлақтар ағып, бірнеше дам болып арысқа дейін келетін. Сол біздің арқылы өтеді. Қазір келіп жатқан жоқ қой, бәрі, дамының бәрі жауып қалған жоқ қой. Міне қазір деген жол-жөнекей деген қыш заводын салыпты, бір жерден деген су, шомылатын аймақ бар ма? Соны жасап атты. Енді білмеймін, бұл қалай, біз енді қалай күніміз көреді. Сәке, мен мынандай сұрақ қойсам бола ма? Совет елі әп-әдемі қылып 15 па мынандай каскадный не жасап берді, дамбылар. Судың бәрі жиналатын. Ол көмеш айтып тұрсыз. Көмеш бұлақтан аққан су? Ол көмеш бұлақты... Мынау Қайнарбұлақ оғын ақ бар ма? Мынау Шұбарға кетті, арыс келіп қосылады. Онда мен қателесіп тұр екем. Көмеш бұлақта су құрғап қалған жоқ. Енді мен ояқты мен білмеймін, өйткені бармағасын айта алмаймын, бар ма жоқ паған. Оныкінде жаңа теплица тартып қойған жоқ па деп жатырмын. Теплица ол алса ғой біздің. Неге оныкі құрып кетті онда? Оны енді білмеймін енді. Өйткені деген біз қазір деген теплица бар ма? Сіз көзіне келсеңіз 200 гектарға теплица жасау деген сөз. 200 емес, 600 гектарға істеп жатыр. 200 гектарға ар жағы. Міне, көрдіңіз ба? Ол жақсы, мен жаман көрген жоқпын. Қамшылатып ағызады. Сіз беғараңыз. Әр нәрсе жақсы. Бизнес жақсы да, но не в ущерб народу. Енді сол астына отырған халыққа мүмкіндік беру керек. Дұрыс қой, сіздер де қамшылатып ағызбайсыз. Тоқтаңыз. Сіз сүйерден. Мысалы үшін деген содан 480 гектар жер халық деген егін егіп, жоңғыршқасын деген анау күнін көріп жатыр. Ол барды ешкім ештеңе сұрап жатқан жоқ. Әкімнен тиын берші, ана берші жоқ. Көретін күндері сол судан аққан жаңа егін егіп күнін көреді. Бір мал мен күн көреді, екі қырмасы егіні күн көреді.
халықтың басқа жұмыс қалған жоқ. Оны бұны анықтап алайық. Бірінші су соның кесірінен ба? Негізі өйткені Қазақстанда барлық жерде су тартылып. Ал енді кеше мен осы бүкіл Европада су тартылып қалды, көрдіңіздер. Күн ыстық болғаннан кейін. Ал енді сол Европа тартылды, біз тартуымыз керек па? Дұрыс қой, бүкіл әлем қызып жатыр ғой, бірдей қызып әлем. Ал біз соны жағдай жасамаймыз ғой. Сол халықтың деген соны айлап сөйтіп біз. Оның жағдайы сіздер суды ысырап қылып суаруды бұрынғы методпен суаруды тоқтатып, тамшылатып суаруға өтулеріңіз керек. Міне ендіге барсын. А оған не керек? Оған қаражат керек. Қаражат 80% өкімет береді ғой сізге. Кім береді өкімет? Өкімет 80% субсидия береді, білесіз бе? Мысалы, сіз миллион теңгеге салыңыз трубаны. Қазір жүріңіз, мына жерде ауыл шаруашылық басқармасының басшысы, соған айтқызайық. Ал енді сол деген тамшы суғар деп тапсырма берген. Соның өзіне бізде бар жоқ 80 гектар жер тамшы суғарған. Себебі шамасы келмейді халықтың. Халықты оқыту керек біріншіден. Ал енді біз үйренгенбіз, бүйтіп суарып жүрген көрімізге. Ал енді дүниежүзінде су жоқ деп, сонда бізде судан қалуымыз керек пе сонда? Суды үнемдеуге өту керек. Қараңыз, мынандай болады болашақта, Сәке. Егер кім суды үнемдей алмай қайтадан ысыраппен суаратын болса, болашақта жерсіздік емес қой, өкіметтікі. Алып қояды қайтадан. Бейғараңыз. Жер маған деген берген ата-бабамның жері ғой. Ата-бабаңыз жері болғанмен 49 жыл арендаға алып отырсыз ғой. Ал оны сонда арендаға алғанда да өкімет мысалы үшін деген саған мә деп тамақ берсе сен жей алмайсың ғой, сен қолға қасып беру керек қой. Дұрыс қой. А сол сен маған жеді бересің, оны маған жағдай жасау керек қой. Жағдай жасаған кезде кім мысалы айталық заманға бейімделіп тамшылатып суарумен айналыспаса, олардан алу керек, өйткені ол суды ысырап қылып жатыр. Ысырап қылуға болмайды. Так ол су жер алдың, не істейсің? Оны басқа біреуге береді, жаңа тамшылатып суаратында. Енді өмір бойы сіздер басқармайсыз ғой, оны ертең басқа береді. Мен чтобы анам деген тамшылатып, кім тамшылатып суғару үшін маған жағдай жасау керек. Жағдай жасалып жатыр. Жағдай жасау керек. Мен сол кезде тамшылатып суғарамын. Так бір. Одан кейін барып деген ата-бабамыздан ағып тұрған суды мысалы үшін деген. Жүрсеңші, бара берейік әкімшілікке. Жүре бер. Бармаймын, әкім сөйлеспеймін. Жоқ, әкімшіліктегі анау басқармалар мен сізге жолықтан білдім естесіз. Мысалы үшін деген жаңа жерден де қайттан оператор. Сол жерде мысалы үшін деген пәленбай халық күн көріп отырсың. Тыңда айтып болған. Ал енді деген қазір әңгіме шығып жатыр. Әңгіме барған жоқ, мен барамын оғанда. Анау дейді кебежедің ағызатын су аққан суға келіп анаған түсіп дейді, қазір Марика деген балықтар өліп жатыр дейді. Өткендегі WhatsApp-тағы ғой. Егер соны теплицаның ағызған суынан болған болса, теплицаға миллиардтаған штраф салады. Дұрыс қой, біз ойында кім ойындайды? Өйткені судағы балығымыз құриды. Оны заңды жолы бар, санэпидемстанцияға жіберу керек. Ал енді мысалы үшін сен бірге барып соны көрсекші. Болады әдемі. Мен қайтпаймын. Әдемі барып көріп, мына дұрыс екен, мына дұрыс емес екен деп. Өйткені оларға да зиян болмасын, маған да зиян болмасын, өйткені халыққа зиян болмасын. Дұрыс. Енді ана кәсіпорын 600 гектарға 600 миллион доллар, яғни 300 миллиард теңге инвестиция жасап жатыр. Жоқ, мен айтып тағы айтамын. Мен қарсы емеспін, я за. Не ущерб другим. Енді сіздерде 480 гектардан қанша адамның жері бар? Бүгін совхоз бар емес па? Сол Шұбар деген елді мекен бар емес па? Соның деген жер соған тиген. Жарайды, қанша адам қазір алып отыр сол суарды жерден? Енді қазір айтайын 200 бірнеше христиан қажеті бар ғой сол жерде. Бөліп болған жер. Әрқайсысы 2 гектардан аға ма? Біреуде 1 гектар, біреуде деген 1,5 гектар, біреуінде 2 гектар сондай ғой. Әрқайсысы тиген. Қанша адамды асырап отыр олар? Бүкіл Шұбарды асырап отыр. Бүкіл Шұбарды қанша? 60 мың адам бәрін асырап отыр. Жоқ, 60 мың адам емес, где-то 6 мың 6 мың біресе ме сонда барады. Шұбарда. Ал анау 600 гектар жер почти 1 миллион адамды асырайды. Ал не істейміз? Біз не істейміз осыны? Айтып жатырмын ғой, бейімделу керек. Заман өзгеріп жатыр. Жоқ, хорошо. Мен тағы айтамын саған. Бейімделу үшін не керек? Кішкене поддержка керек та мысалы үшін. Солай ма? Поддержка емес, поддержка жетеді ғой өкіметтен. Қараңызшы, сізге қазір егем десеңіз, егістік жасау үшін ақша береді. 1 жылға 3%-пен. Жылдың басында. Одан кейін сіздің химикатыңыз, дәрі, алатын дәрмегіңіз, жаңағы дәмнің алатыныңыз, ұрықты бәрін субсидия жасайды. 20%, 60% химикат. Сосын жаңағы шлангымен тамшылап тартам десеңіз, оған 80% субсидия жасайды. Кім? Ауыл шаруашылық басқармасы. Жүрсеңші, мен сізді жолықтырайын, сразу айтамыз. Мен сонда балдарым жүр, мен сонда қазір мен шақыртып сен балдарым. Әрине, оның бәрі шешіліп. Мен өйткені бұның алдында қазір ауыл шаруашылық министрінің орынбасары болып отқан вице-министр Ермек Кенжеханұлы бар емес пе? Сол кісімен бірге жүріп өттім ғой. Сол кезде көрдім ғой. Ал міне, осы әңгімені сен айтасың. Иә. Сен де? Неге олар айтпайды дейсіз ғой? Жазушы сен де? Неге де осы әңгіменің ауылдың деген әкімі бар? Ауыл шаруашылық басқармасы бар. Ауылдың әкімінің бәрі сауатты емес қой. Жоқ. Онда деген әкім болып жұмыс істемесін, сауатты болмаса тастасын. Амал жоқ қой, таңда сайлап алғандарыңыз сол ғой. Ал енді мысалы ауыл шаруашылық басқармасы бар. Иә. Мен болсам мысалы үшін аудан деген аудан басқармасында 10 адам болса 10 адамды жіберемін оны ауылға. Мынаны түсіндір, мынаны оқыт мынаны. Онда біз оны жеткізейік. Айтамыз, Түркістан облысы ауыл шаруашылық басқармасына бұл үлкен сын, және осы ауыл шаруашылық саласын курирующий орынбасарына облыс әкімінің бұл да сын. Шаруаларға неге жеткізбейсіздер осындай нәрсені? Неге бұлар білмейді, неге бізден есту керек бұқаралық ақпаратты? Бірақ бізден естімегенде кімнен естесіз? Біз бұқаралық ақпарат сол үшінбіз ғой. Жоқ, сен бұқаралық ақпаратсың. Ақпарат. А ол Усман Алисадан адам.
Мен шофермін да, а сен қасында тұрсың деген мәселе ғой. Сіздің ойыңыз сәке сонда олар тек байлардың жағдайын жасап жүр ме? Жоқ, мен бай кедей деп айтпаймын. Себебі ауылдық жерде бай жоқ. Жарайды, меценаттардың да үлкен. Жоқ, ондай неге олар сіздерге мысалы қарапайым шаруаға келіп айтпай, үлкен шаруалардың бәрін айтып жүр? Ол, мен соны айтып жатырмын. былай. Оған да білім керек. Ана түсіндіріп айту сен ұқсап. Ана суды бүйтіп ал деп. Мен ешкі жоқ, мен ауылымда бір адам ешкі жоқ. Ойбай, мынау масқара ғой, ұят-ай. Ал енді деген жайылым жер. Жайылым жер басында Сақбоздан бөлінген 9 гектар жайылым жер болған. Ол кезде өзің білесің, ол мына әкімшілік қарамағында болды. Дұрыс па? Жерде қазір 320 гектар жер қалды. 157 үйміз, ана жерде 157 үйміз. Әр үйден бір сиыр шыққан кезде ана сиыр жете ме анау 300 гектар? Енді норма бойынша әр сиырға 3 гектар жер керек қой. Оған бізге 3 гектар не претендуем. Бізде деген мынау ұжымы бөлінген кезде, мысалы 540 гектар, 46 гектар жер теген екен. Біз соны қайта беріп жатырмыз. Онда былай деп айтсақ бола ма? Анау өкіметтен 100-деп, 200-деп, миллиардтап алып атқан нелер бар ғой, ақша алып атқандар. Солардың бәрі ішкі нарыққа істесін да, мына өзіміздің шаруалар өзінің етін сертелге сатсын да қымбат қылып десек бола ма? Жоқ, мысалы запрет беріп қойғанда, аналарға рұқсат беріп қойған. Еще олар 100-деп, 200-деп, миллиардтап алады. Триллиондап алатындары бар шығар, жалпылап алғанда. Енді сен енді жоғарыда жүрген адамсың ғой. Ал енді біздің ауылдағы жігіттердің уровень, сенің уровень жетпейді да, жартыдан жетпейді. Ал енді мен мынаны оқып, мынаны ұқты, бір өзінің атынан жаман сөз айтқым келмейді, айтпаймын да, себебі маған да дұрыс емес ол. Иә. Ал енді мен айтып тұрған ауыл мәселесі. Сол деген жердің қазір деген әр үйден бір сиыр шыққанда 150 сиыр шығады екен. Түсіндім. Жайылым жоқ. Ал енді деген кешегі анау. Онда гидропоник анау мынау салып берсін, сонымен шөп шығара бересіздер. Біздің деген айтты ғой президентіміз. Мынау елді мекеннің айналасындағы 5 гектардан 7 гектарға шейін ортақ жайылым қайтарып берілсін деген. Түсінікті. Иә. Енді қайдан сол? Неге деген ауылдағы келінім, ауылдағыны балам, неге деген мысалы үшін деген мына келіп неге тұрып алып анаған маған ақша тауып бер, маған жұмыс тауып бер деп жатқан жоқ қой. Дұрыс. Өз күндерін өзі көріп жатыр ғой. Онда былай қылсақ айтсақ бола ма? Міне қараңыз камераға. Сөйтіп айтсаңызшы, ауыл шаруашылық министрі, сен тек байлардың жағдайын жасай берме, біздің де жағдайымызды жасасай деп айтсаңызшы. Жоқ, мен айтпаймын. Ауыл шаруашылық министрі, құрметті. Сіздің қарамағыңызда өзіңізді қайда мен айта алмаймын. Сіз туралы мен баға беруге мен нем жетпейді, құзырым. Бірақ мен ауылдың жағдайын көріп айтып тұрған мәселем осы. Иә, дұрыс. Рахмет сізге. Мынау сіздің деген қарамағыңызда жұмыстар, әрбір әкімшіліктегі, әрбір мынау райондағы деген жұмыстардың барлығын халықпен бірге жүріп бірге тұру керек. Білмеген оқыту керек. Дұрыс. Білмеген білгізу керек. Айту керек. Ал деген жаңа беретін деген субсидиясын нені деген кабинет оны шешпеу керек. Басына бір шешу керек соның басында. Ана жерін көру керек. Халықтың көзін соған жеткізу керек. Түсінікті. Ертең берген субсидиясын деген мысалы үшін деген анау неге машинеге арбаға жұмсап жүрмеу үшін. Мен сондаймын. Субсидияның бәрі керемет үлкен кәсіпорындар алып жатыр да енді. Ал енді деген міне көріп тұрсыз ба, сондай болып жатыр. Ауыл шаруашылық бөлімінен бір азаматтар береді, қап кетіп қалды. Жарайды, Сәке, онда сіз телефон шалып тұрыңыздар. Осындай проблемасы болса, бәріңіз маған телефон шала берсеңіздер болады. Нөмірім +8 777 918 0558. Көрдіңіз ба, жасырмаймын нөмірімді. Жаза беріңіздер. Күндіз түні 24 сағат WhatsApp'та мен жауап бере беремін. Сен қазір ауыл жақтасың ба, бір сіз кетіп жатырсың ба? Ауылдамын ғой. Мен саған телефон соғып, сен хабарласайын. Келіп Жетісуға барып қойған жерімді айтып жатыр, Наймандарға барып қойдым. Нағашыларым ғой, оларға бармады, кімге барам? Сен өйтіп жатқан жоқсың сен. Иә? Туған жеріне нені келдім деп айттың сен. Атамекен ол Текелі. Енді мынандай ғой, қараңыз, Текеліге дейін жаңағы бір ру тұрады да, ол сіздер. Ал ар жағы Наймандар. Сразу Наймандар. Иә, ары қарай өткен кезде мен сөйтіп айтамын ғой, куда не глянь, такую рань, везде Найман деп. Мен деген сол туда рядом деген сол Наймандармен көрдім. Аралап шықтым, шайын іштім. Рахмет жігіттерге. Жақсы халық, ұлы халық қой Найман деген. Қазақтың барлық руы ұлы. Осы мәселені шешсек, сен телефонын білеміз, саған хабарласайын. Дұрыс. Сол Сәке. Ауылдан келіп шай ішіп, ауылды көріп, елді көріп қайтасың. Мен андан жаман, мындан жаман айтқым келмейді. Дұрыс. Бақытжан, мүмкін білім жетпейінше шығар, мүмкін деген бас жетпейінше шығар. Жоқ, ақпарат жетпей жатқан шығар, басыңыз істейді, бәрі жақсы. Жоқ, ауылдың адам емес, мына жақта отырғандардың. Жоқ, бұлардың да. Иә. Енді білмедім ғой. Бәлкім ақпарат көзін таппай жатқан шығар жігіттердің. Ауылға барып, жинасқа шақырып, ана ауылға барып, мына ауылға барып, адамдар жинап. Айтам, ұсынысыңыз, айтам. Сөйтіп деген прям деген бүйтіп қағазды ашып қойып, мынаны бүйтіп мынаны істесе осындай жағдай болады десе, халық неге оны келмейді? Қазір айтам, Файзулла өкінішке орай жақсы мынандай еді, ауыл шаруашылық басқармасының басшысы. Қазір ол аппарат басшысы болып кетті, Файзулла зор еді. Ал қазір енді кім екенін білмедім, бірақ ауыл шаруашылық басқармасына айтамыз. Мынау сіздердің ауылға барып, қарапайым шаруалардың бәріне осы мемлекеттен берілетін көмектерді түсіндірмеуіңіз, мына кісілердің жағынан тек қана жаңа үлкен шаруаларды олигополияға ғана көмектесе ма деген ой туып қалмас үшін сіздер барып
ақыл кеңес беріп тұрыңыздар десем бола ма? Ақыл кеңес тарту керек, соны үйрету керек. Қайтып аласыз, қайтып қоясың деп. Жарайды. Анау не болмау керек анаған? Не? Болды, түсіндім, Сәке. Мындай түсіп отырмау керек та. Сәке, мына жігіт бата сұрап жатыр. Қан бата беріп Жас қой бұл. Амин десең. Қатындамаған бұл. Қатындамаған баса жүрмейді. Бұларды нарушение жасап қояды да. Ақыл өтір бәрібір. Құдай мұңдасын, пайғамбар қолды. Алла не тілеуіміз берсін, бала шағымыз аман шығын берсін. Айтқан тілегіміз алға басып, халықтың деген мән жағдайы көбейіп үлкейсін. Мына бүгінгі есеп берген Нұралхан Көшербайұлына көп рахмет. Және Азат өзіміздің әкіміміз Ордабасы ауданының. Оған да көп рахмет, көп мәселелер істеліпті. Көп істелетін мәселе алда көп екен әлі. Сіз тосты өтіп барасыз, бата бере салыңызшы. Иә, жоқ. Солардың бәрі жолда ақ болып, мына біздің деген жағдайымыз жасасын алыңыз. Қорқып кеттім, соңында алып қояйық деп айтама деп. Онда енді бар ма сен? Жоқ, ондай жоқ. Сен давлениең бар ғой сенің. Иә. Көздің көріп тұр, қыз көп. Жақсылық құра берсін, жастардың әкімі тұра берсін. Сау болыңыздар.